Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammadin ve ala alihi ve ashabihi ajmain. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Qadırmen ағайын, тәжвид сабағымызды одан әрі жалғастырамыз сіздермен. Бұның алдыңғы сабақтарда біз сіздермен мәттің түрлерін өткен болатынбыз. Және де ол мәттердің созылу себебі хамза және сукун болатынын айтқан болатынбыз. Енді бүгін мінекей сіздермен тәнуин, мінекей мына тәнуин, ән, ун, ин. Және де мына сукунды нун. Осыған байланысты төрт ережеге тоқталатын боламыз. Енді жалпы мен сіздерді бұл төрт ережеге қатысты картина болу үшін қысқаша жалпылама айта кетейін. Жалпы Құран аяттарын оқыған кезде сөздерді бір-бірімен қосып оқитын, немесе бір-біріне қоспай ашық оқитын, шамалы мұрынмен оқитын, шамалы мұрынға апармай ашық, қоссақ та ашып оқитын ережелер бар. Бұл ережелер мінекей соған байланысты. Яғни тәнуинді әріп, мысалға уан деген сияқты, немесе сукунды нун келет, одан кейінгі келетін әріптер, мінекей мынандай өз әріптері бар, арнаулы белгілі. Сол әріптердің осы сукунды нун немесе тәнуинмен қосылып оқуына, немесе ашық оқуына байланысты ережелер бұлар. Енді бүгін сіздермен біз осы төрт ереженің екі ережесіне тоқталамыз. Ол бізде исхар ережесі және де идғам ережесі. Ал кеттік ендеше, исхар дегеніміз не? Исхар дегеніміз, мынаған қатты мән беріңіздер, жалпы айқындау, ашу, көрсету деген мағынаны білдіреді. Енді мына жерде мінекей тәжвид ілімінде екі әріптің арасын бір-бірінен ажыратып ашу оқу исхар делінеді. Яғни екі әріптің арасын ажыратып екеуін де анық оқуға исхар деп айтылады. Енді мінекей мына жерде өзі айтылып тұр. Егер тәнуин, мінекей тәнуин уан, тәнуин белгісі кеп тұр, мына жерде де унын кеп тұр, мына жерде ин кеп тұр. Тәнуин мен сукунды нуннан кейін, мінекей сукунды нуннан кейін, яғни екеуі екі сөз, бір сөз емес. Екі сөйлем келіп, тәнуин және сукунды нуннан кейін мына әріптердің біреуі келсе, әлиф, ха, ха, айн, ғайн, ха әріптері келсе, бұл жерде исхар болады дейді. Исхар болады дегеніміз не? Тәнуин мен сукунды нун таза ашық дыбысталады. Яғни тәнуин мен сукунды нун әріптерге қосылып кетпейді, өзі ашық дыбысталады. Мынау әріпте және тәнуинді және сукунды нунда ашық дыбысталады. Енді түсініктірек болу үшін мысалдарына тоқталып кетейік. Мысалы, куфуан ахад. Осылай оқи бересіз. Куфуан ахадун мин әлфи. Саламун хия. Ин хуа. Мин хилафин. Зарратин хайран. Мин айнин. Саламун алейкум. Атаан хисабан. Мин хайсу. Ванхар. Аджрун ғайру. Мин ғаибатин. Мен мысалдарды кішкене тезірек оқып жатырмын. Өйткені бұған дейін біз бірнеше жаттығуларды оқыдық, сіздердің тілдеріңіз жаттықты деп ойлаймын. Енді жалпы түсінікті, мінекей мына әріптердің біреуі келетін болса, тәнуин немесе сукунды нуннан кейін, ол кезде сукунды нун, тәнуин және сукунды нун ашық дыбысталады, яғни екеуі бір-біріне қосылмайды. Түсінікті, мына әріптерді көзбен жаттап алыңыздар. Енді бұл жай исхар ережесі, оп-оңай. Енді идғам ережесіне келейік. Енді идғам ережесі керісінше қосу, бір жерге жинау деген мағынаны білдіреді. Яғни мына анықтамасынан өзі түсінікті болғандай, егер идғам әріптерді алтау келеді, мінекей я, ра, мим, ләм, вау, нун. Яғни осы алты әріпті қосып, ярмулуна деген сөзді жасап шығарған. Яғни ярмулуна деген сөзді жаттамасаңыз, яғни осы алты әріптен тұрады, өзі арнайы жасап қойған бұл сөзді. Ярмулуна, я, ра, мим, ләм, вау, нун әріптері. Енді сукунды нуннан кейін немесе сукунды нун немесе тәнуиннен кейін осы әріптердің біреуі келетін болса, бұл әріптердің сукунды нун немесе тәнуин осы әріптерге өзгеріп шабдәл әріп сияқты қосарланып оқылады. Мына жерде де жазылып тұр. Яғни сукунды нун немесе тәнуин осы әріптерге айналады дағы, яғни сукунды нунның
мына әріпке қосылуын қазір мысалын өтеміз. Сосын тәнуиннің соңғы мысал тәнуин ән деген кездегі нуны бар ғой, сол осы әріптерге қосылады дағы қосарланып оқылады. Қазір түсінікті болу үшін мысалдарына тоқталамыз. Және де мынаны естеріңізде сақтаңыздар, идғам тек екі сөз арасында болады дейді. Яғни бұлар бір сөзде келмейді. Егер бір сөз келетін болса, ол жерде идғам ешқандай жасалмайды. Мына жерде де исхарда бұл жерде де бір сөз емес, екі сөзде келу керек. Енді мысалға мысалын келтірейік, қосылуын. Мысалы, мин бөлек сөз, сукунды нун кеп тұр, одан кейін идғамның әріпіне жататын ләм әрпі кеп тұр. Ләдунка деген бөлек сөз. Енді біз жазылуы осылай болады, мин ләдунка. Енді оқылған кезде біз қалай оқимыз? Мінекей мына сукунды нун ләмға айналады, ләмға қосылып, енді сол идғамның әріпі шаддамен оқылады, харакат сақталады. Мин ләдунка. Енді оққан кезде мин ләдунка деп оқимыз. Мінекей идғамның бір ерекшелігі осы, қосылып оқылады. Енді бұл идғамның жалпы ережесі, идғамның енді өзінің ішінде екіге бөлінеді. Мінекей идғам биғунна, одан кейін идғам биғайри ғунна дегеніміз. Идғам биғунна дегеніміз бұл жерде оп-оңай, жаңағы ережеден ажырамаймыз, мына жоғарыдағы ережеден ажырамаймыз. Мына жердегі нәрсе оп-оңай. Бұл жерде тек қана ғунна дегеніміз биғунна деп тұр ғой. Ғунна дегеніміз бұл мұрынмен аңылдап шығатын дыбыс. Биғайри ғунна дегеніміз мұрынмен аңылдамаймыз, ашық оқитын дыбыс. Енді біз жаңа айттық, идғам әріптері 6 әріптен тұрады деп. Енді осы 6 әріпті екіге бөлеміз. 4 әріп, мінекей, мұрынмен аңылдап шығатын ереженің ішіне кіреді. Я, нун, мим, вау. Ләм мен ра әрпі, ол екеуін аламыздағы біз мұрынмен оқылмайтын, аңылдап оқылмайтын ережеге қосамыз. Енді осы 4 әріп. Мына жерде идғам әріпінен 4 әріп қалды. Я, нун, мим, вау. Енді сукунды нун немесе тәнуиннен кейін осы 4 әріптің біреуі келетін болса, міне тәнуиннің нуны, яғни нун деп тұрған ән деген кезде соңғы жағында ны естіледі ғой, сол және сукунды нун, мінекей мына нун, осы 4 әріпке айналып ғұннамен, яғни ғұннаны біз айттық мұрынмен аңылдап оқылады деп. Мұрынмен оқылады, мұрынмен оқылған кезде тым қатты мұрынға кетіп қалмасын, жалпы мұрыннан аңылдап шығады. Қазір оны мысалдарында мен сіздерге көрсетемін. Енді түсініктірек болу үшін мысалдарына тоқталайық. Мысалға жазылған кезде былай жазылады: хайран яра. Тәнуин кеп тұр. Одан кейін идғам әріпінен болған я әрпі кеп тұр. Және де бұл мұрынмен аңылдап оқылатын әріптердің ішіне кіргендіктен біз қосып оқыған кезде қалай оқимыз? Хайрай яра. Хайрай яра. Және де мына мұрынмен аңылдап оқылған кезде, осы әсіресе мұрынмен аңылдап оқылатын кезге келген кезде бұл жерде бір әлиф мөлшеріне созып оқуға болады. Ұстаймыз біраз. Мысалы, хайрай яра деп тез кетіп қалмаймыз. Хайрай яра дейміз. Хайрай яраху. Хайрай яраху. Егер осы мұрынмен мына аңылдауды қалай үйренеміз десеңіздер, мына автомат түрде шығатын әріптер бар. Мысалы, мына мәсәдді алсаңыз болады. Мысалы, мин мәсәд, мин мәсәдин деп кеп тұр ғой. Енді бұны қосқан кезде өзі мин өзі автомат түрде мұрын жаққа барады. Осы позицияны ұстанып алсаңыздар болады. Мин мәсәдин, мин мәсәдин. Тура осы секілді минді қалай айтамыз, дыбыстаймыз, тура сол сияқты яны да солай дыбыстаймыз. Хайрай яра, яғни мин деген кезде миннің дыбысы мұрынға қай жағына барады, қай жеріне барады. Сіздер сезесіздер ғой. Тым мұрынға да кетіп қалмайды, жаңағыдай дыбыс естілмей қалатындай. Яғни ашық, бірақ мұрынға барып аңылдайды. Сол дыбысты естіп алыңыздар. Мысалы, мин мәсәд. Енді мына яны айтқан кезде де соны айтасыздар. Хайрай яра. Ва мән я'мәл. Қосқан кезде ва мән я'мәл. Көрдіңіздер ғой, біраз ұстадым. Ва мән я'мәл. Мин мәсәдин. Қостаған кезде мин мәсәдин. Ләхәбин ва таб. Таббат сүресінде ләхәбин ва таб. Жазылу осылай келеді. Сіз қосқан кезде ләхәбию ва таб. Би ю дейсізді. Бию ва таб. Сосын фатхасын оқисыз. Ләхәбию ва таб. Ләхә, тағы да қайталайын. Ләхәбию
би ю дейсіз да. Лаха бию ва таб. Лаха бию ва таб. Мин валиин. Мин валиин. Тура мына жердегі дыбыс сияқты. Мин валиин. Оқыған кезде миу. Енді шаддамен фатхан оқуымыз керек. Миудан кейін миу валиин. Былай жатқан кезде кішкене айналдырасыздар ғой. Радиятан мардиятан. Енді сіз қосқан кезде қалай оқисыз? Радиятан мардиятан. Радиятан мардиятан. Қосқан кезде радиятан мардиятан. Көрдіңіз ғой? Мына шаддамен алдындағы сукунду нун немесе танвиндерді мына идғам әріптерімен қосқан кезде, және ол мұрынмен ғуннамен шығатын әріптер болса, біраз ұстайсыз. Екі санақ мөлшерінде ұстасаңыз болады, немесе бір санақ мөлшерінде ұстасаңыз болады. Жақсы ғой, түсінікті. Енді мына жерде ескерту деп тұр. Мына жерде мінекей идғамның әріпінен нун да жатады ғой. Енді мына жерде бұл жерде тән сукунду нунға байланысты ереже болғандықтан, сукунду нуннан кейін осы нун келсе, оны да қосып жібересіздер. Мин нәфсин деп тұр. Мин нәфсин деп қосып жібересіздер. Яғни бұл жерде кішкене екеуі ұқсас болғандықтан сіздерге бұны жаңа мутамасилайни, екеуі бір-біріне ұқсас әріптер деп айтылады. Алдыңғы сабақтарда өтеміз оны. Сол себепте жалпы осы ережелердің ішіне кіреді ғой. Бірақ мына екі нун бір-біріне ұқсас болғандықтан бөлек алып сіздерге түсіндіріп жатыр. Енді мына жерде ескерту. Ескерту мына жерде мынандай, мына идғамның және мұрынмен шығатын әріптері ғой. Осы әріптер мына сукунду нуннан кейін келсе, және де екеуі бір сөзде келетін болса, ешқандай ғунна жасалмайды, ешқандай идғам жасалмайды, ашық оқыла береді. Өйткені бір сөзде. Ал біз айттық, идғам жасалу үшін, яғни қосылып мұрынмен шығу үшін екі бөлек сөз келу керек деп. Ал мына жерде бір сөз келгендіктен олай жасалмайды. Дүния қинуанун буньянун деп таза оқыла береді. Енді идғам биғайри ғунна екінші түрі идғамның, бұл ләм мен ра әрпіне қатысты ереже. Яғни идғам әрпіне біз алдында айттық қой, мінекей 6 әріптен тұрады деп. Соның я, мим, вау, нуны 4 әрпін біз идғамның бірінші түріне жатқыздық. Яғни ол мұрынмен аңылдап шығады. Енді мына жерде ләм және ра әрпі бұл мұрынмен аңылдап шықпайды. Тура ереже тура сондай, яғни сукунду нун мен тәнуиннен кейін осы ләм ра әрпі келетін болса, сукунду нун немесе тәнуиннің соңғы нуны, яғни тәнуин деп жалпы айта берсеңіздер болады. Осы екі әріпке қосылады дағы, осы екі әріпке айналып шаддал оқылады, бірақ мұрынмен оқылмайды, ашық оқыла береді. Және де бұны көп ұстамайсыздар. Мысалы, мына жерде біз ұстадық қой, мысалы мин насад деп ұстадық қой, лаха бию атаб деп ұстадық, бұл жерде ұстамайсыздар. Шамалы білдіресіздер, шадда бар екен, сосын шаддал әріп секілді оқып кете бересіздер, және мұрынмен оқымайсыздар. Енді түсінікті болу үшін еш кідірместен деп мына жерде ғұннасы оқылады. Еш кідірместен. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Енді түсінікті болу үшін мысалдарына тоқталайық. Уайлун ликулли деп тұр. Енді тәнуин кеп тұр, одан кейін идғам әрпі болған және мұрыннан шықпайтын ләм әрпі кеп тұр. Уайлун ликулли. Енді оқыған кезде біз қалай оқимыз? Уайлул ликулли. Көрдіңіздер ғой? Уайлул тәнуиннің соңғы нуны түсті дағы, мына жерде ол даммаға айналып кетті, жай ғана луға айналып кетті. Көрдіңіздер ғой? Неге? Өйткені соңғы нуны уайлун, лун деген кездегі нуны мына ләмға қосылып, оны шадда қылып жүрді. Бірақ ләмнің алдындағы әріптің фатхасы, харакаты, кәсірасы солай қала береді. Уайлун ликулли. Уайлун ликулли. Көп кідірмейсіздер бұл жерде. Және мұрынға апару жоқ. Ән рааху. Қосқан кезде ар-рааху. Шадда бар екен білдіресіздер, болды. Ән рааху, ар-рааху. Мухаммадун Расулуллах саллаллаху алейхи Мухаммед Алланың елшісі деген сөз ғой. Мухаммадун Расулуллах. Енді мінекей тәнуин кеп тұр, одан кейін идғамның мұрынмен шықпайтын ра әрпі кеп тұр. Қосқан кезде Мухаммад деген сөздегі унның, тәнуиннің унның соңғы нуны раға кетіп қалды. Көрдіңіздер ғой? Раға кетті, оны шадда қылып жетті.
шадда қылып екі әріп қылып оқып жібереміз. Ал соңғы уны мына жерде түсіп қалады оқыған кезде. Мұхаммадун Расулуллах, Мұхаммадур Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Мұхаммадур Расулуллах. Дур деп, дур Расулуллах деп сөздер. Мұхаммадун Расулуллах, Мұхаммадур Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Мінекей қадірменді ағайын, бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыз осы изхар мен идғамға арналады. Келесі сабақта сіздермен осы 4 ереженің тағы 2 түрі иқлаб пен ихфаға тоқталамыз. Бұлар да өте оңай. Осы ережелерді өтіп алсақ, иншалла біз Құранды жақсы оқып, әбден үйреніп қалдық деген мағынаны білдіреді. Енді қадірменді ағайын, осы үй жұмысына осы ережелерді жақсылап қайталаңыздар, изхар мен идғамды жақсылап түсініп алыңыздар. Және де мына жаттығуларды бірнеше рет қайталап, өздеріңіздің тілдеріңізді сындырыңыздар. Мына мұрынға идғамның мұрынға апаратын жерін, мына идғамның мұрынға апармай кідірместен қосып ашық оқитын жерін, және де мына изхардың ашық оқылатындығын, және мына қай әріптер жататындығын зрительный памятпен жадыларыңызға сақтап бәрін үйреніп алыңыздар. Алла тағала ілімдеріңізге береке берсін, жеңілдік берсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.